Қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде тағы бір отбасылық тренд норм или стрём деген. Бірінші сұрақ, сенің қыз менің ұл достарымның болуы норм или стрём? Норм. Еркектің әйел адамына дауыс көтеріп айқайлауы норм или стрём? Стрём. Да? Дұрыс, стрём. Счетты бөліп төлеу екеуміз тамақ ішкенде. Норм. Стрём это. Норм. Жоқ, норм емес. Әйеліңе тамақ пісіріп беру. Норм. Норм, дұрыс, молодец. Бір-бірін аңду. Стрём. Стрём, дұрыс. Сен аңдайсың ғой. Маған норм, саған стрём. Телефонда аңдып. Аңду керек еркектер. Ноғым, ноғай қыз, ноғай қатын. Неге қарап отырсың? Қай жер ұнап отыр? Тұрып кетесіңдер әйтпесе. Келесі сұрақ. Әйеліңді шетелге қыздармен демалысқа жіберу. Стрём. Какой стрём? Норм. Стрём. Бірге барамыз, баратын болса. Қош, сенде жұмыс болса ше, маған қыдыру керек ал. Қыдыру болмайды олай. Стрём. Жоқ, норм это. Стрём. Күйеуіңнің аяғын жуу. Норм, норм. Күйеуің аяғын жуу норм болса, значит, әйелге шетелге қыдыру, это тоже норм. Стрём. А то аяқ жуу жоқ.